Саламатсыздар ма? Здравствуйте, hello. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, нөмірі 52-ші Мәлік Ғабдуллин атындағы жалпы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шамшиева Динара Рүстем қызы. Бүгінгі күн терезеден бізге міне түр қарап, сондай ғажап, жақсы күймен басталады. Бұл сабақ дей отыра, бүгінгі күнгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі көңіл күйіміз қалай, балалар? Керемет болса, ал сабағымызды бастаймыз. Математика оқулығымыздан 78-ші бетті ашамыз. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз күнделікті өмірдегі есептеулер, ақша, теңге. Оқу мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгелік монеталарды тану. Бүгінгі сабақта, балалар, сендер монетаның не екенін білетін боласыңдар, және монеталардың түрлерімен таныс боласыңдар. Тірек сөздер ақша, монета, теңге деген ұғымдармен таныс боласыңдар. Балалар, бізге ақша не үшін қажет? Ақшаға қажетті заттарды сатып алуымыз үшін қажет екен. Ал сендер ақша туралы не білесіңдер? Ақша бізге төлем жасау үшін қажет екен. Ал еліміздің ұлттық валютасы қалай аталады екен? Әрине, бұл теңге деп аталады. Жарайсыңдар, балалар, бәрекелді. Ал монета дегеніміз, ол металдан жасалған ақша монета деп аталады. Ал купюра дегеніміз не екен, балалар? Қағаздан жасалған ақша купюра деп аталады. 1993 жылы 15 қараша күні тәуелсіз еліміздің тарихындағы айрықша күн. Себебі бұл күні тәуелсіз елдің ұлттық валютасы теңге алғаш рет айналымға енген күн. Ал балалар, 79-ші беттегі монеталарға қара, оларды салыстыр. Құны ең төмен монетаны тап, құны ең жоғарғы монетаны тап дейді бізге, балалар. Бұл жерде бірнеше монеталар суреті берілген бізге. Бұл жерде құны ең төмен монета, әрине, балалар, 1 теңге. Ал құны ең жоғары монета, әрине, 20 теңге. Бұл жерде монеталардың неше түрі берілген? 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге және 20 теңге. Ал екіншіге қараймыз. Монеталарды салыстыр дейді.
Қатар тұрған монеталарға қара. Оларды салыстыр. Және сен не байқадың бұл жерде дейді. Бұл жерде қоршауға тұрған монеталар берілген бізге. Бірінші қоршаудағы 1 теңге және 10 теңге берілген. Бұл жерде қай теңге көп? Әрине 10 теңге көп екен. 1 теңгеге қарағанда 10 теңгенің құрамында 1 теңгеліктен 10 теңге болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді шығарып көр айдарына қараймыз. Сурет бойынша мысалдар құрастыр. Оларды шығар. Бірінші А қатарында 1 теңгеліктен 2 берілген, 2 теңге болады. Онан соң 1 теңгеліктен 3 берілген, бұны 3 теңге деп жазамыз. Одан соң және 1 теңге берілген, 3 теңгеге 1 теңгені қосамыз. Жалпы барлығы неше теңге болады екен? Әрине 6 теңге болады екен. Ә қатарында солай орындаймыз. Бірінші 3 теңге берілген, 1 теңгеліктен 3 теңге деп жазамыз. Одан соң 1 теңге берілген. Одан соң тағы да қосамыз, 4 теңге берілген. Демек, жалпы барлығы неш болады? Бірінші 3, 1, 4. Демек, жалпы 8 теңге болады екен. Барлық қатарын, Б және В қатарын осылай орындаймыз балалар. Балалар, сендерге тапсырма. Орындап көр тапсырмасы. 2 теңгенің жартысы қандай теңге құрайды? 10 теңге мен 20 теңгенің жартысын тауып көр. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.